Сәлеметсіз бе? Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіз бе? Менің аты жөнім Ұлықпанова Алия Жолдасқалиқызы. Мен Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, филология факультеті, қазақ әдебиеті кафедрасында аға оқытушымын. Қазіргі таңда докторантурада оқып жатырмын, және ең бастысы мен жұбановтанушымын. Жақсы, ең алғашқы сұрағым, Құдайберген Жұбанов кім? Оның өмір жолы мен атқарған еңбектері туралы айтып өтсеңіз. Құдайберген Жұбанов қазақ тіл біліміндегі тұңғыш профессор атағын алған адам, тіл білімінің негізін қалағандардың бірі, лингвист, қазақ тіл білімінің, түркі тану ғылымының барлық саласында дерлік ғылыми зерттеу еңбектерін жүргізген адам, және біздің қазақ өркениетіндегі қазақ ғылымының тұңғыш реформаторларының бірі деп есептеуімізге болады. Құдайберген Жұбановтың сонымен қатар ұлт руханиятында алатын орны ерекше зор, қоғамдық қызмет атқарған адам. Ақтөбеде еңбек ете жүріп, Ақтөбедегі осы оқу ағарту ісінің оң жолға қойылуына негіз салған мықты қайраткер. Жалпы атап өтетін болсақ, қазақтан шығып 1929-32 жылдар аралығында Ленинград аталған, ол кезде қазіргі Санкт-Петербург қаласында тіл білімі институтында, шығыс тілдері институтында оқып білім алған ең мықты қазақтың әмбебап ерекше ғалымдарының бірі. Қазіргі таңда Жұбановтың есімі осы университетте қалай насихатталып жатыр? Мен өзім жұбановтанушымын. Мен секілді жұбановтанушылар біздің университетімізде жеткілікті. Өзі ғалымның атын иеленгеннен кейін ғылым әлемінде жарық жұлдыз, тұңғыш профессор болған Құдайберген Жұбановтың тұлғасына сай біздің оқу орнында қызмет етуде. Әрбір 4 жыл сайын Құдайберген Жұбановтың есіміне қатысты түрлі шаралар өткізіледі. 4-5 жыл сайын ғылыми халықаралық деңгейдегі конференциялар өткізіледі. Жұбановтың мұрасын қайтадан жаңғыртып шығару ісі қолға алынды. Құдайберген Жұбановтың туғанына 120 жыл болған уақытта осы қазақ елі бойынша академиялық толық жинақтарының нұсқасы жарыққа шықты. Ол жарыққа шығарған баспа орталық ол біздің университет. Одан кейін былтырғы жылы Құдайберген Жұбановтың 125 жылдық мерейтойының тұсында мен өзім де жұбановтанушы ретінде міне мынандай еңбекті жарыққа шығарған болатынмын. Бұл еңбектің жарыққа шығаруына мүмкіндік берген біздің университетіміз Құдайберген Жұбанов уақыт және тұлға және уақыт фотомұрағат деп аталады. Бұл еңбек университеттің ғана емес, жалпы Жұбановтың мұрасын білгісі келген, танығысы келген жалпы әлеуметтік ортаға арналады. Жаңа өзіңіз сұрақ қойып отырған жауаптың барлығына қатысты дәлел деректемелерді сурет күйінде, мұрағат күйінде осы кітапта көруіңізге болады. Ғалымның ойлары мен идеялары қазір де өзекті ме? Әрине, қазіргі таңда да Құдайберген Жұбановтың өз кезінде айтып кеткен ойлары өте өзекті, идеялары құнды. Құдайберген Жұбановты жалпы зерттеушілер түгелге жуық өз ғасырының феномені деп баға береді. Феномен сөзінің мағынасы бір ғасырда дүниеге келетін адам. Ғасырынан бұрын келген Құдайберген Жұбановтың сол кезде айтып кеткен, мысалға жаңағы қазақ елін қазіргі таңда әсіресе соңғы жылдардың 10 жылдықтың жүзінде біздің мемлекетіміз латын графикасына көшу туралы жаңағы мақсатты істі қолға алып бастады. Әлі түбегейлі толыққанды аяқтала қойған жоқ бұл процесс. Дегенмен де өз заманында Құдайберген Жұбанов осы төте жазудан кейін латын тіліне елді көшіру туралы қаулы шыққаннан кейін қарарын өзі жасап,
ғылыми тұрғыда дәлелдеп, үлкен жаңағы 1929 жылы Қызылордада конференция өтеді. Сол конференцияда Құдайберген Жұбанов баяндама жасайды. Осыдан кейін осы латын тіліне төте жазудан кейін көшу Жұбановтың бастамасымен қолға алынған болатын. Одан кейін енді Құдайберген Жұбановтың мысалға фольклортану, біздің енді өзім әдебиетшімін ғой, фольклортанушымын, фольклортану ғылымына қатысты айтып кеткен ойлары құнды. Өйткені мысалға сіздер жақсы білесіздер, фольклор қазақ халқының көне заманнан күні бүгінге дейін келіп жеткен ауызекі сөз өнері, бірақ фольклорлық мұраның соның ішінде кейбір жанрлары, эпостық жырлардың қай-қайсысы болсын, айтыс немесе отбасылық ғұрып фольклоры барлығында да жаңағы әуелі бар, әуезі бар, музыкалық аспаппен орындалады. Сондықтан фольклорды зерттеудің өзін кешенді түрде жүзеге асыру керек. Өйткені мысалға жаңағы сыр сүлейлері бар, батыс өңірі бар, ауыз әдебиетіне тән батырлық, ғашықтық дастанды жырлағанда сол өңірдің өзіне тән мақаммен жырлайды. Сондықтан міндетті түрде жаңағы музыкалық тұрғыдан болсын зерттеуге болады дейтін сақылды ойларды сол кезде зерттеп айтып кеткен. Сол Жұбанов айтып кеткен идеяны күні бүгінге дейін таратып айтатын болсақ, қазіргі кезеңде де ғылым әлемінде көптеген жаңа одан әрі кең идеялар туындайтындығы сөзсіз. Құдайберген Жұбановтың ұрпақтары да елге танымал кісілер екен. Солар туралы айтып берсеңіз. Жаңа жоғарыда айтып кеттім, Құдайберген Жұбановқа феномен деп баға берген. Тап осы бағаны Құдайберген Жұбановтың өзінің әулетіне де қатысты айтуға болады. Өзінің жаңағы 6 баласы болды. Оның ішіндегі Мүслима Жұбанова, әкесі Санкт-Петербургке оқуға кеткен кезеңде өзімен бірге алып кеткен екен. Құдайберген ағамыз ол кезеңде 3-ші сыныптың оқушысы болған, ақындығы бар. Әкесінің өзі ұсталып кеткеннен кейін көзінің төгілген жасы аппақ қағаз бетіне төгілген жазуына тамшы болып қалып, Сталиннің өзіне хат жазған екен. Сол кезде енді Мүслима апай үлкейіңкілеп қалған кезі өзі келе алмады, бірақ өлеңін жіберді. Ол кісі педагогика ғылымының кандидаты. Ұзақ жылдар ұстаздық қызмет еткен адам. Одан кейінгі екінші баласы Ақырап Құдайбергенұлы Жұбанов өте талантты суретші болған. Алматыда, Шымкент қаласында өнер училищелерінің ашылуына негіз болған. Алматыда өзі сол өнер училищесінің жаңағы басшысы болған адам. Зерттеуінде қарастырылуда деген келеді. Берген сұхбатыңыз үшін көп-көп рахмет. Сізге алғысымызды айтамыз. Уақыт бөліп келгеніңізге. Осымен сұхбатымыз аяқталды.